Бәріңізге сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менде менің хобби-шамда не бар видеосы болады. Қызық болса, давай бастайық. Бұл менің хобби-шам, қатты әдемі емес. Үлкен хобби-шамда орналасқан, сырты жаман болса да, ішінде қызықты заттар болады. Көруге дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Міне осылай дайындап тұрайын. Міне осы заттар, қазір осының бәрін көрсетемін. Ішін көрдіңіздер деп ойлаймын. Енді толығырақ көрсетейін. Артында не бар, алдында не бар барлығын. Ең бірінші мен бірінші көзге қатты түсетін заттарымның бірі 2 стикер. Бұлар маған ұнайды деп айтамаймын, бірақ сән үшін тұрады. Келесі зат маған қатты ұнайтын зат, ол осы бұның ішінде не бар деп ойлайсыздар? Ешкім білмейтін шығар, я бұны келесі видеода қатты қызықты болып баратса айтамын. Келесі зат консервалский. Осындай сабаққа арналған зат, ол бізде краска. Келесі жай әшейін тұратын осындай керек зат, былай үстіне қойып қоюға өте жарамды. Келесі сән үшін болып тұрған гүлдер. Келесі зат, ол менде қаламдар. Бұны бірінші сыныптан керек емес қаламдар жинап жүргенім, бірақ кейде ғана керек болып қалады. Екінші, бұл да сабаққа арналған зат, осындай сызғыш. 150 теңге. Келесі кисточкалар, бұлар негізінде 3 болады, я 3. Мына жерде 3 болып тұр. Келесі менде дәптерлерді бұлай қатты қытырлатсаңдар, өте рахат, кайф болып қалады. Негізінде тыныш. Келесі затым коробка, мына жерде тұр. Суреттер шығарылған. Бравл Старстың суреті, мен Бравл Старс қатты жақсы ойнаймын. Ұнытамын. Бұрынғы сурет дәптерім. Картоным әлі жаңа, ішінде толы суреттер бар. Просто ақ қағаз. Екіншісі деп қой. Сосын мынандай бір файлдың ішінде көрсетпей қойын. Құпия суреттер. Я құпия емес енді. Қатты қызық болып жатса көрсетем ғой. Бравл Старстікі болды. Мына жерде колет. Эмс. Леон. Мына жерде тоже Бравл Старс. Ворон мен Спайк. Қалған суреттер мына жерде реферат, солар ғой. Сондай. Көргендеріңіз бойынша осы заттар бар. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Хобби-шамда не бар деген видео бітті. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Келесі видео қандай видео болсын айтып кетіңіздер. Пока!